Алматы облысындағы таулы аймақта 7 адам тұратын бір жанұя жоғалып кетті. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Алматы облысындағы таулы аймақта 7 адамнан тұратын отбасы жоғалып кетті. 4 ер адам, 2 әйел және 1 бала бір күн бұрын 2 көлікпен Алматыдан асы қыратына қарай шығып үйге қайта оралмаған. Құтқарушылар жоғалған адамдарды дрондармен көмегімен іздестіріп жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақстанда қандай жолдар жабылады? Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарында қалың қар жауып, боран соғып, жол көрінісі шектеуінен байланысты республиканың маңызы бар тас жолдарында көлік қозғалысы жабылды. Ауа райының нашарлауына байланысты жол қызметтері барлық ауданда күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.